Екі күннен кейін Қазақстан Халқы Ассамблеясының 34-ші сессиясы өтеді. Онда ұйымның 30 жылда атқарған жұмыс талқыланып, қорытындыланады. Осыған орай студиямызға Сенат депутаты, Ассамблея айнасы жобасының жетекшісі Әлішер Сатыбалдиев мырза келіп отыр. Әлішер Ғапыржанұлы, көргенімізге қуаныштымыз. Уақыт бөліп студиямызға келгеніңізге де көп рахмет. Ассамблея деп жатамыз. Жалпы 30 жыл, осы 30 жылда атқарылған жұмыстарды бір жіпке тізіп өтсе, хронологиясы қандай бір ауқымды істер атқарылды? Кеш жарық. 30 жыл дегеніміз өткен өмірімізге 30 жылдық мерзімде не атқарылдық, соған пайымдайтын бір уақыт деп ойлаймын. Ассамблеяның осы кездегі, құрылған кездегі алға қойған жоспарлары және бүгінгі күндегі жағдаятымыздың өзін қарап отырып, шынымен оның қажетті ұйым екенін, институционалды ұйым екенін пайымдауға болады. Негізінен енді ассамблея құрылған кезде білген азаматтар оны жақсы біледі. Этностардың, этномәдени бірлестіктердің жағдайын, солардың күйттейтін ұйым ретінде құрылған болатын. Ал бүгінгі таңда Қазақстан халқының бірлігін, біртұтастығын, ұлттық бірегейлікті алға қойған ұйым ретінде қызмет атқарып жатыр. Бұлай басқа сөзбен айтқанда, еліміздегі идеологиялық жұмыстардың өзегіне айналып, бүгінгі елдегі Қазақстан Республикасының азаматтарын ұлттық идеология аясында ұйыстырып отырған ұйым деп атауға болады. Енді мынау қазір әлемдегі ахуалды көріп отырмыз. Бәрі білет, интернеттен оқиды, көреді. Жалпы осы бағытта ассамблея жақсы елдегі тұрақтылықты, бейбітшілікті сақтау үшін қандай маңызды миссияларды алға қойып отырсыздар? Қандай мақсат? Бұл жерде енді Құдай салмасын, басқа елдердегі осы азаматтық соғыстар бар, ұлттық діни көзқарастарға байланысты алауыздықтардың барын көреміз. Біздің елде соның жоқ екенінің өзі саясаттың дұрыс бағытта жүріп отқанын аңғартады. Өйткені басқа елдерде білеміз, мұсылмандардың бір мерекесі келіп жатса, мешіттерге бомбалар атқыланған сияқты, жарылыстар болған сияқты. Немесе христиандардың, басқа діндегі азаматтардың діни мерекелерінде көшеде адамдарды көлікпен қағып жатқан, немесе басқа пышақтау жағдайлардың орын алып жатыр. Бұл дегеніміз осы діни болсын, олардың ұлттық мерекелеріне құрметсіздіктің өз көрінеді. Ал кешегі бізде христиан діннің өкілдерінің Пасха мерекесі қалай атап өтілді, немесе мұсылмандардың мерекелері қалай аталып өтіліп жатыр. Бұл енді бір бағыты ғана айтып отқан. Енді еліміздегі негізгі тармақтарының бірін көрсетіп бердіңіз. Енді былай айтқанда, елімізде мысалы Қазақстан 30 жылда, 35 жылда қандай жетістікке жетті, соның барлығында ассамблеяның өзінің орны бар. Елімізде мысалы тұрақтылықты оны ешкім жоққа шығарамайды. Экономикалық болсын, басқа жетістіктер болатын болсын, медицинада жетістік боламы, соның барлығында осы елдегі тұрақтылықтың арқасы. Тұрақтылық болмайтын болса, бұл жетістіктің бірде біреуі болмайды. Осы бағытта ассамблея мүшелері жұмыс атқаруда. 34 сессияда талқыға түсетін тақырып қандай болмақ негізгісі? Негізінен соңғы жылдарда байқасаңыз жақсы үрдіс қалыптасты. Бұл дегеніміз жылдың басында мемлекет басшысы Қазақстан халқына мақала арқылы, сұхбат арқылы өздерінің негізгі тезистерін айтып шығып жатыр. Одан кейінгісі ұлттық құрылтайда басты мәселелер айтылады. Және де солардың қатарында осы Қазақстан халқына мемлекет басшысының жолдаулары бар. Ал енді Қазақстан халқы ассамблеясында осы үш негізгі институтта аталған мәселелер, сонымен қатар бүгінгі таңда қоғамымызда өзекті бірінші кезекте атқарылу керек. Оның ішінде идеологиялық тұрғыдан атқарылу керек жұмыстарды алдымызға мақсат етіп қойып, оларды қай бағытта, қай деңгейде атқаруымыз керек, соларды келісіп, жұмыстарды жандандырып отырмыз. Мысалы, өткен сессиялар барысында бұл ұлттық бірлік, тұрақтылық, келісім, ынтымақ мәселесі, оның барлығы атқарылды. Онымен қоса жастардың арасында құқық бұзушылық мәселесі, наркомания мәселесі, және де мен өзім басқаратын осы ассамблея айнасы жобасы бар. Ол жерде біздің ұлттық контентімізді жөндеу. Айтпақшы, осы ассамблея айнасы деп қалдық, немен айналысады? Ассамблея айнасы бұл журналистер клубы. Сол журналистер клубына жетекшілік етеміз. Оның мүшелері барлық өңірлерде
бар. Сол кісілер болып, бұл азаматтарымыздың, тұрғындардың арасындағы осы ассамблеяның саясатын біріншіден насихаттау. Сонымен бір қатарда еліміздің осы ұлттық бірлік мәселесі, ынтымақ мәселесі, соны дәріптеу. Соның арасында біздің терминдеріміз бар. Немесе кез келген бір оқиғадан, ол бытовой деп жатамыз, тұрмыстық кикілжіңдер болуы мүмкін, ұрыс-керіс болуы мүмкін, содан ұлттық сипат беруге әрекеттерді байқап жатамыз. Солардың алдын алу бойынша. Және де сырттан болатын өте көп шабуылдар бар, ақпараттық кеңістікте. Міне солардың барлығына жауап беру, олардың дұрыс екенін көрсету, фейктерді әшкерелеу, міне сол бойынша жұмыстар жүргіземіз негізінен. Жақсы. Көп рахмет, Әлішер Ғапыржанұлы. Бұйырса енді 2 күннен кейін, 34-ші сессиямыз, негізгі тақырыптарды айтып өттіңіз. Осы тақырыптарға басымдық беріледі. Әрине, бұл жерде енді 30 жылда атқарған жұмыстарды бірсыпыра санап, қарап, не дұрыс болды, не дұрыс болмады, қай бағытта жұмыстарымызды жандандыруымыз керек, солардың бәрін пысықтайтын боламыз. Және сонымен бір қатарда осы елдігіміздің тұтқасын, жаңағы шаңырағымызды, көк туымызды қастерлеу бойынша тағы жұмыстарды жалғастыра береміз. Жақсы, көп рахмет, Әлішер Ғапыржанұлы, уақыт бөліп студиямызға келгеніңізге көп рахмет айтамыз тағы да.